Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен жаңа видео түсіреміз. Алдындағы көрсеткен көрпені қандай маталардан қалай бұрадық, сол туралы. Мынандай бізде жыртыстарды, қазақтардың әрбір қазақтың үйінде бар деп ойлаймын. Осындай жыртыстардан құрақ құрайтын боламыз. Қазір мен міне жартысын кесіп қойдым, неше түрлі түстер. Осыны мен 3,5 сантиметрден алып жатырмын. Мынаны біз андай бытовой машинкамен тігеміз, сол үшін кішкене жалпақтау алып жатырмыз. Кейін матаны сразу екіге бүктеп аламын мен, уақыт үнемдеу үшін. Былай қоямыз. Мынандай пышақпен кесемін. Мынандай специальный негізінде өзінің сызғыштары болады, сол сызғышпен етсеңіз. Мына менде сызғыш 3 сантиметрлік ені. Бір жарты сантиметр қосып кесемін. Қазір көрсетейін. Былай қоямын. Мына жаққа жарты сантиметр орын қалды.